Түркістан облысының Төле би ауданында келешек мектебі пайдалануға берілді. 300 орындық заманауи білім ошағы Қосағаш елді мекенде салынды. Бұл ұлттық жоба аясында ауданда ашылған 3-ші мектеп. Бұған дейін Көксәйек елді мекенде 600, ал Киелітаста 900 оқушыға арналған мектеп пайдалануға берілді. Қосағаш пен Қорған ауылының жоғарғы сынып оқушылары көршілес Екпінді ауылындағы мектепке қатынайтын. Ал бастауыш сыныптағы 100 бала ауылдағы шағын жинақы мектепте білім алды. Енді барлық бала жаңадан ашылған заманауи мектепке барады. Енді осы бізге жасап берген жағдайға байланысты бізде болашақта жақсы білім аламыз және жақсы нәтиже көрсетеміз деген үміттемін. Осы 11-ші сынып болып аяқтап, осы мектепте ең алғашқы 11-ші сынып болып, ұбт-дан да жақсы нәтиже көрсетеміз деп сенемін. Бізге беріп жатқан мүмкіндіктердің барлығын жақсы жағынан пайдалануға тырысамыз. Келешек мектебі 1 жылда салынды. Мұнда кең әрі жарық сыныптар, пәндік және зертхана кабинеттері, интерактивті тақталар, робототехника, IT сыныптары мен компьютер класстары бар. Сапа жағынан ешқандай мәселелер болған жоқ. Бұл мектепте арнайы қаулы бойынша ең заманауи талапқа сәйкес қазіргі оқушыларды білікті маман, білікті оқушы ретінде тәрбиелейтін барлық заманауи құрылғылар, аспаптар, жиһаздар арнайы түрде әзірленген. Мектепте оқушылардың қауіпсіздігі басты назарда. Ғимарат бейне бақылау, өртке қарсы заманауи жүйелермен жабдықталған. Инклюзивті білім беру талаптарына сай пандустар мен арнайы санитарлық тораптар орнатылған. Сапасы бойынша енді оң баға береміз. Құзыретті органдардың барлығы келіп тексеріп алды. Дегенмен енді мына пайдалану барысында жаңағы шығатын бір кемшіліктер болса, мердігердің 5 жылға дейін жаңағы гарантийный өзінің мерзімі бар. Сол бойынша жұмыстарды жасатамыз. Ал қазір енді балалардың оқуына, жаттығуына барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Спорт залы, асханасы, барлық кабинеттердің барлығы жұмыс істеп тұр. Облыста келешек мектептері ұлттық жобасы аясында 29 мектеп салынды. Ең соңғы 1500 орындық білім ордасы жақында Жетісай ауданында тапсырылады. Одан бөлек биыл өңірде 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.